Видео Қытайдың Тутяо деген жаңағы сайтында жарияланған видео. Ол Қытай үшін алғанда қазір енді нөмірі 1-2 деңгейде тұратын ақпараттық сайт. Оның жаңағы танымалдығын арттыру үшін өңкей әртістердің ақпараттарында салады, бірақ ішінде жаңа саяси, әскери, дипломатия бәрі жүр. Осындай Қытай үшін алғанда өте танымал сайт, маңызды сайт. Сонда бұл енді видеоны мен сізге қысқаша мазмұнын қазір айтайын. Мұнда жаңағы айтып тұр, анау Ресей империясы кезіндегі Қытайлармен отырған келісімді айтады, тарихты еске алады. Бас жағында Ресей империясы менен сол кездегі Қытайдың Чин патшалығы ортасындағы келісімдерді аттарын айтады. Сосын жаңағы Чин патшалығы іріп-шіріген нашар мемлекет болғандықтан біздің қаншама ұлан-ғайыр жерімізді Ресей империясына теңсіз келісімге қол қойып орыстарға берді. Ал енді қазір осы дүниеде бір мемлекет бар, ол ешқашан Қытайға соғыс ашып көрген жоқ. Қытайдың жерін жаулап алған жоқ, бірақ олар біздің бәленбай территориямызды иелеп отыр. Ол кім дейсіз ғой дейді. Қазақстанның картасын көрсетеді, Қазақстанның картасын көрсетеді. Бұл территория дейді, кезіндегі сол Ресей империясы тепе-тең болмаған теңсіз келісімдерге қол қойып Қытайдан тартып алған Балқашқа дейінгі жерлерді сол қазір Қазақстан соған ие болып отыр. Анығында бұл территорияның бәрі біздің Қытайдың территориясы болатын дейді. Өстіп айтады жаңағы видеода. Енді оны жаңа кәсіби түрде аударатын болсаңыз, жаңа келісім шарттар бар. Жаңағы Ресей империясы менен Чин империясының ортасындағы тарбағатай келісімі, ана келісім, мына келісім деп біраз келісім шарттарды көрсетеді. Ал енді астындағы ел жұрттың бұған жазған комментарийін көретін болсаңыз, төбе шашыңыз тік тұрады. Ол комментарийлерде керек десеңіз Қазақстанды қарулы күшпен жаулап алып, территорияны Қытайға қайтару керек деген сияқты әңгімелерде жүр. Ал Қытайлардың бұны осында ең популярны сайтқа салудағы мақсаты анандай жаңа комментарийлерді әдейі алдыңғы жағына, бас жағына шығарып қойып отырулары. Бұл былайша айтқанда тұтас қара халқының санасына осыны сіңдіру. Себебі бүгін орта мектеп оқып жүрген жас жігіт ертең Қытайдың дипломаты болуы мүмкін. Оның сол жастайынан құлағына осыны сіңдіріп құя береді. Міне бұл үлкен, олардың үлкен арамзалықтары. Ал енді осы видео туралы әңгіме айтатын болсақ, бұл видеоны бірінші деңгейде кәсіби аудару керек. Кәсіби түрде. Екіншіден бұл видеоны жаңағы жүктеп качать етіп алу керек қазақтар. Себебі қазақтар бұған наразылық танытқанда, олар айлакерлікпен бұл видеоны сайттарынан алып тастайды. Сосын бізде дәлел факт болмай қалады. Сондықтан тура осы видеоны сіз телеарналармен хабарлассаңыз, телеарналарменен. Ал бұны аудару мәселе емес. Телеарналар мына сайттың адресін айтып отырып, міне деп отырып, сол бір ноутбуктен мына видеоны ойнатып отырып, артынан оны камераға түсіріп тұрып, міне осы Тутяо деген сайтта тұр. Тутяо деген сөз енді қазақшаға аударсақ, анау бас мақала, ең маңызды мақалалары бар ғой, сондай ең маңызды деген ақпарат деген сөз былайша айтқанда. Анау ағылшын тілінде breaking news деп келеді ғой, анау жаңағы бір жарылғыштық сипаттағы ақпарат деп, жаңағы бір сұмдық ақпаратты бергенде телевизорға breaking news деп шығады ғой, сол бұл. Ал енді бұл сайт енді популярны екенін айттық, бірақ бұны осы өте кәсіби деңгейде Қазақстанның қауымдастығына жеткізу керек ау тәте. Оны бір Фейсбукте жазудан, бір мақалағып, бір сайтқа салудан көп дүние өнбейді. Оны кәдімгідей бізде бұған қарсы жаңа дәлелмен, фактімен алдымен мына видеоны толығымен беріп, оның аудармасын беріп, жұмыс істеу керек болып тұр тәте.